Саламатсыздар ма? Мен Ертуғанова Гүлшат Төленовна. Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Саудакент ауылы, Байқадам Қашқынбаев атындағы орта мектебінің химия пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздердің назарларыңызға шеберлік сыныбын ұсынбақшымын. Тақырыбы интерактивті сервистерді қалыптастырушы бағалау құралы ретінде пайдалану. Қалыптастырушы бағалау оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады. Қалыптастырушы бағалаудың принциптері: оқытудың бір бөлігі оқыту үшін бағалау. Барлық оқу мақсаттар қамтылады. Оқу мақсаттары барлық сыныптарда пәндер бойынша оқу жоспарларына нақтыланып белгіленген. Оқу мақсаттарына жеткендігі бағалау критерийлеріне сәйкес жүзеге асады. Әр оқушының ілгерілеуі туралы кері байланыс беріледі. Қалыптастырушы бағалау нәтижелері оқыту сапасын, оқу бағдарламасын жақсарту үшін қолданылады. Тапсырмаларға бағалау критерийлеріне сәйкес дескрипторлар қарастырылады. Осы қалыптастырушы бағалауды іске асыру үшін мен интерактивті сервистерді қолданамын. Олар Learning Apps, WorldWall, Quizzes, Padlet, Kahoot және Google Form. Осылардың әрқайсына жеке тоқталатын болсақ, Learning Apps оқушылардың оқуын өз бетінше дамыту және қамтамасыз ету үшін көп мүмкіндіктерге ие және оқушы мен мұғалім арасында кері байланыс бере алатын негізгі құрал болып табылады. Learning Apps бұл әртүрлі пәндер бойынша интерактивті оқу әдістемелік қосымшалар жасауға мүмкіндік беретін, білім беру мекемелеріндегі білім беру процесін қолдау үшін арналған сервис. Learning Apps құралдары әртүрлі интерактивті тапсырмаларды жасауға мүмкіндік береді. Викторина, сұрыптау, топтастыру, жіктеу, мәтінді енгізу, кроссворд, уақытша таспа және тағы басқа. Мына жерден көріп отқандарыңызда бұл парақшалар менің аккаунтымнан алынған. Яғни мен осы химия пәні бойынша жалпы жинақталған басқа да пән мұғалімдерінің салған Learning Apps'қа салған тапсырмаларын қолдана аламын және өзім осы тақырыптар бойынша құрастырғам. Және ол осы Learning Apps'тың парақшасында өзімнің жеке бетімде тұрады. Кез келген уақытта оқушылармен жұмыс істеуге болады. Мысалға, элементтердің таңбасы мен оның атын сәйкестендіруде 7-8 сыныптарда элементтердің атын, орнын және де басқа да тапсырмаларды, жай заттар мен күрделі заттарды бөлуде, одан басқа биорганикалық қосылыстар негізгі кластарын, оксид, негіз, қышқыл тұздарды бөлуде көптеген жаттығулар орындатуға болады балаларға. Әрі қарай келесі сервис Kahoot. Kahoot білім беру жобаларына арналған сервис. Оның көмегімен тест, сұрақ, оқу ойынын немесе білім марафонын жасауға болады. Оқушылармен тығыз қарым-қатынас орнатуға, сонымен жаңа материалды тереңдете түсу үшін Kahoot сервисін кең көлемде қолдануға болады. Kahoot'те жасалған тапсырмалар ұсынылған жауаптардың ішінен дұрыс жауапты таңдауды көздейді. Тапсырмаларға фотографиялар мен тіпті бейне фрагменттер қосуға болады. Мұнда сұрақтар саны шектелмейді. Соңында тестіңізді сақтап және оны қайта іске қосуға болады. Ол жылдамдыққа есептелген, кім тез жауап берсе сол жеңімпаз болады. Оқытушы өз қалауымен қойылған сұрақтар үшін балл енгізе алады. Табло оқытушы компьютерінің мониторына көрсетіледі. Тестілердің басқа түрлері қатысушылардың кез келген санын қосуға мүмкіндік береді.
тестті тікелей мобильді қосымша немесе сервис сайтында өтуге болады. Kahoot сервисінің ерекшеліктерінің бірі тесттерді қайталау және өңдеу мүмкіндігі бар. Бұл оқытушыға кей уақытта уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Мына беттен көріп отырсыздар, бұл менің өзімнің аккаунтымдағы тапсырмалар. Бірнеше тапсырмаларды әр тақырып бойынша жасап қойғанмын. Кез келген уақытта оны пайдалана аламын. Балалар бұл тапсырмаларды өте қызығып орындайды, және бұл тапсырма орындау барысында олардың білімге деген құштарлығы және бәсекелестік өзара пайда болады. Соның арқасында өздерінің білімін шыңдайды. Келесі сервис бұл WordWall дейді. WordWall сервисі интерактивті және басқа түрінде қол жетімді. Ол автомат түрде сіздің браузеріңізде пайда болады. Интерактивті жаттығуларды интернетке қол жетімді кез келген құрылғыда жасауға болады. Компьютер, планшет, телефон немесе интерактивті тақта. Бұл сервистің артықшылықтарының бірі дайын шаблондарын пайдалану мүмкіндігі. Бұл үлгілерге педагогикалық практикада жиі кездесетін таныс дидактикалық ойындар кіреді. Викториналар, матчтар, ауызша ойындар, кроссвордтар және басқалар. Сондай-ақ аркада ойындары бар, мысалы лабиринт пен ұшақты қуып жету. WordWall сервисінде оқу тапсырмасын жасау үшін алдымен үлгісін таңдап, содан кейін мазмұнды енгізеді. Бірнеше минут ішінде толық интерактивті оқу тапсырмасын жасауға болады. Кейбір ойындар бәсекеге қабілетті. Мысалы викторина, онда оқушылар мүмкіндігінше тез жауап беруге асығады. Басқалары мысалы миға шабуылда бірлесіп талқылайды. Мұғалім сыныпта ойын барысын бақылайды. Мына жерде көріп отқандарыңыздай, бұл да менің осы WordWall сервисіндегі аккаунтымнан алынған. Яғни ол жерде жаңа айтып өткендей дайын шаблондар мен тақырыптар бойынша, сыныптар бойынша әртүрлі тапсырмалар орындауға болады. Келесі сервис бұл Quizzes. Quizzes сауалнамалар мен викториналар құруға арналған сервис. Мұғалім компьютерде тест немесе викторина жасайды, ал оқушылар мобильді құрылғылармен сұрақтарына жауап бере алады. Дұрыс жауаптар үшін ұпайлар беріледі. Оқушылар викторинаға сілтеме бойынша өтіп, ойынға берілген кодты енгізу арқылы қосыла алады. Quizzes көмегімен құрылған викториналарды үй тапсырмасы ретінде ұсынуға болады. Барлық оқушылар бірдей тапсырмаларды алады, бірақ олардың әрқайсысы мобильді құрылғыда кездейсоқ сұрақтар тізбегін көреді және тестпен өз бетінше жұмыс істейді. Сұрақтың барлығы студенттің дисплейінде кескінмен пайда болады. Мұғалім әр оқушының жұмысын қадағалап, сынып жұмысының толық ақпаратын алады. Сонымен қатар алынған мәліметтерді Excel кестесіне экспорттай алады. Қажет болса мұғалім тек өзінің тесттерін ғана емес, сонымен қатар Quizzes кітапханасына дайын тесттерді қолдана алады. Бұл жерден де көріп отқандарыңыздар осы Quizzes сервисіндегі өзімнің аккаунтым. Ол жерде өте көп тапсырмалар бар. Өзіміздің әріптестеріміз жасаған. Соның кез келгенін пайдалануға болады. Және соған қарап отырып, жеке өзіңіздің де тапсырмаларыңызды пән бойынша жасауға болады. Және оны жасап мен балаларға сабақ уақытысында беріп отырамын. Келесі сервис бұл Google Forms. Google Forms Google Docs'тегі ең танымал функциялардың бірі болып табылады. Google формалары кері байланыс жасауда, әсіресе бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалау өткізуде өте қолайлы құрал. Google формалары тест жұмыстарын бір дұрыс жауаппен және бірнеше дұрыс жауаптармен өткізуге, оқушыларға белгілі бір тақырып бойынша
жазба жұмысын жаздыруға, бақылау жұмыстарын орындауға ыңғайлы құрал болып табылады. Google формаларымен жұмысты бастамас бұрын міндетті түрде Google-де аккаунт, почта ашып алу керек. Google парақшасын ашып, сол жерде gmail.com почтаға кіру керек. Таңдау тарларын бассақ, сол кезде бізге Google-дың негізгі сервистерінің тізімі ашылады. Сонымен бірге бұл сервис қағазбастылықтан құтқаратын бірден бір құрал деп айтуға болады. Осы Google формаға алдын ала дайындалған тапсырмаларды орналастыру арқылы практикалық жағынан таныстыруды алдын ала дайындаған тапсырмаларды жөн көрдім. Мына жерде көріп отқандағындай, мына тесттер осы өткен 20-21 оқу жылында карантин кезінде өте қолайлы болды осы Google Forms. Себебі оқушылар үйде, онлайн сабақ, сол кезде БЖБ, ТЖБ-ларды оқушылардан алуға осы Google Forms'та жасалынған, өз қолымен жасаған тесттер арқылы тапсырмаларды алдым. Тапсырмаларды балалар орындағаннан кейін маған жібереді жауабын. Сол кезде автоматты түрде базаға түседі және мына көріп отқандарыңыздағыдай кестеге өзі түсе береді. Яғни бала қанша сұраққа жауап берді, қанша сұраққа жауап берген жоқ. Сыныпта қанша оқушы тапсырманы орындады. Олардың сол жерде бағалары шығып тұрады. Бұл өте мұғалім үшін қолайлы. Жаңа айтып өткенімдегідей қағазбастылықтан құтқарады. Тек қана бұл сабақ барысында емес, кез келген сауалнамаларды осы Google Formspен алу өте тиімді. Сонымен оқушының өзі емес, оның жұмысы бағаланады. Ал бағалауда басты назарда жұмыстың кемшіліктеріне емес, жетістіктеріне аудару керек. Кемшіліктер екінші кезекте қарастырылады. Бүгінгі шеберлік сыныбымды қорытындылай келе, былай дер едім. Оқушылардың сабаққа деген ынтасы мен белсенділігін арттыруда интерактивті сервистер шын мәнінде қалыптастырушы бағалау құралы болып табылады. Интерактивті тапсырмалар орындаған кезде оқушылардың ақпаратты қабылдау мен есте сақтау дағдысының артуы, зейіні мен эмоционалдық қасиеттері қарқынды дамитындығы, назарының тұрақталатындығы, қорыта білуі, жіктеу қабілеттері артады деп есептеймін. Келешекте оқушылардың білімін арттыру мақсатында қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жетілдіру мен сервистің басқа да мүмкіндіктерін пайдалану үшін өз білімімді жетілдіруді көздеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет.